Польшаны шулатқан іс. Бұл іс туралы Польша газет-журналдарда, ғаламтор желісінде жазылды. Бұл іс адамдардың неге сонша назарында болды? Сіздермен бірге куәгер каналға жазылып, ой-пікірлеріңізбен бөлісіңіз. жылы Ивона Вечерик 19 жасқа толған еді. Ол Польшада, яғни Гданьск қаласында анасымен және өгей әкесімен тұрды. Сол жылы Ивона мектеп бітірген кезде. Оқу орнына түсу алдында ол құрбысы екеуі уақыттарын түнгі кеште немесе түнгі клубта өткізуді шешті. Олар құрбысы екеуі көп жерде тойлап қыдыратын. Сондай кештің бірінде, яғни 16 шілде 2010 жылы, Ивона құрбысымен бірге түн жарымда түнгі клубқа барып тойлайды. Ивонаның құрбысы, яғни Одри өзінің 3 жолдасын сол жерге шақырды. Олар Эдриан, Павел, Марк. Павел Ивонаны бір көргеннен ұнатты. Бірақ Ивона онымен жақындасып сөйлескісі келмеді. Ол жігітімен енді ғана айырылысқандықтан жаңа қарым-қатынас құрғысы келмеді. Ивонаға бұл ер азаматтар аса қатты ұнамады. Ивона сол отырыстан кеткісі келгенде, құрбысы Одри оның қалуын өтінді. Бұл бесеуі ішімдік ішіп биледі. Шарапты көп ішкен қыздар аузына келгенін сөйлей бастады. Ивона Павелмен ұрсысып қалады. Ауыздарына келгенін бір-біріне айтады. Сағат түнгі 3:07-де Ивона клубтан шығып үйге жол тартады. Ол жалаң аяқ, қолына туфлиін ұстап шапшаң қозғалғанын мына бейнекамерада байқауға болады. Ал келесі бейнекамерада Ивона ары қарай жаяу кетіп барады. Сол түні оның таксиге ақшасы болмаған еді, сондықтан ол жаяу үйге қарай кетті. Клуб пен үйінің арасы 6 шақырым еді. Ол жол жөнекей ұялы телефонымен бірнеше сымсыз хат жазды. Сол хаттың бірі Одриге жазған. Ол Одриге өзінің өкпесін айтып жазған. Одри оны емес жігіттерді таңдағанына ол қапа болған. Одридің айтуы бойынша ол Ивонаның хатын сағат 4-терді оқыған, және ол оған хабарласып екеуі қайта достасқан. Ивона клубтан мас күйінде кеткендіктен, ол Одриға соның үйінде қонуға сұранған. Сол сәтте Одри үйіне келген еді. Ол Ивонаға кілтті есіктің алдындағы кілемшектің астына қоятынын айтып, өзі барып жатып қалды. Ивона сағат таңғы 4-тен 10 минут кеткенде анасына телефоннан хат жазып жібереді. Ол хатты құрбысының үйінде қонатынын, және келесі күні үйге келетінін жазған. Кешкі сағат 5-те тұрған Одри үйінен Ивонаны таппады. Кілтте түнде қойған жерде тұрды. Одридің ойынша Ивона келгісі келмей, үйіне кетіп қалған деген ойда болды. Одри Ивонаның телефонына қоңырау шалады. Телефоны сөндірілуі болғандықтан. Ол үйдегі телефонға қоңырау шалады. Телефонды Ивонаның анасы көтеріп қызы қайда екенін сұрады. Сол кезде олар екеуі де Ивонаның жоғалғаны туралы түсінеді. Ивонаның анасы полицияға хабарласып мән-жайды түсіндіріп айтады. Полиция Ивонаны қазірге іздеу салмайтынын айтты. Өйткені ол басқа құрбыларында болуы мүмкіндігін айтты. Достарына хабарласуға және іздестіруге анасына ұсынды. Ивонаның жоғалғанына бір апта өткеннен кейін полиция іздеу салды. Ал Ивонаның туыстарын, ата-анасы Ивонаны бір апта бойы өздері іздестіріп жүрді. Полицияда ешқандай бір ілмектер болмады. Олар күн сайын конференциялар жасап, бірнеше айдан полициялар қосылып іздеу салды. Кейін Ивонаның табылуына ақша ұсынғандықтан еріктілерді қосылып іздеу салды. Бірақ өкінішке орай Ивонадан хабар болмады. Полицияда бұл іске қатысты 2 вариант болды. Біріншісі, ол сол түні Ивона үйге теңіз жағалауымен қайтқандықтан, мас болғандықтан. Теңізге құлап, немесе шомылып батып кетуі мүмкін деді. Екіншісі, Ивонаның бұрынғы жігіті Патриктің бұл іске қатысы болуы мүмкін деді. Бірінші вариантты полиция кейінірек сызып тастады. Теңізді іздестіру барысында олар Ивонаның мәйітін таппады. Екінші вариант болса, Патрикті полиция тергеуге алып келіп, сұрақтың астына алды. Патриктің айтуы бойынша сол түні Патрик достарымен қыдырып, түнгі сағат 1-де үйге келіп жатып қалғанын айтты. Уақыт өте полиция Патриктің өтірік ақпарат бергенін білді. Кейбір адамдардың берген ақпараты бойынша Патрик сол түні түнгі клубта болған. Және полиция Патрик түнгі 3 пен 4-тің арасында ұялы телефонын қолданғанын білді.
Полиция Патрикпен қайта сөйлескенде Патрик сол түні не істеп не қойғаны білмегені туралы айтты. Қанша дегенмен полиция Патрикке қарсы ештеңе таба алмады. Кейін полиция тағы да бір бейнематериалды тапты. Бұл бейнематериалда сағат уақыты таңғы 4 еді. Ивона теңіз жағалауымен келе жатыр, артында бірнеше метр жерде бір еркек артына қалмай жатқанын байқауға болады. Оның иығында орамал, бұтында шалбар, кеудесінде көйлек бар. Бұл жігіттің түрі анық көрінбегендіктен полиция фоторобот жасап, осы бейнені теледидардан, ғаламтордан көрсетті. Полицияның ойынша бұл адамның достары, немесе туыстары танысы хабар береді. Немесе егер бұл еркектің Ивонаның жоғалғанына ісі болмаса, өзі хабарласып Ивонаны көргені туралы, қайда кеткені туралы ақпарат беретін еді. Бірақ полицияның бұл әрекеті ешқандай да көмек бермеді. 2017 жылға дейін бұл іске қатысты ешқандай ақпарат болмады. 7 жыл өтсе де Ивонаның жақындары іздеуді тоқтатпады. 2017 жылы бұл істі туыстары жеке детективке ұсынды. Детектив бұл ақпаратты жинап, бүкіл бейнематериалды қарап, шешім шығарды. Оның ойынша сол түні қоқыс жинайтын көлік жүретін маршруттан тыс басқа жерге барған. Кейін бейнематериалда детектив көліктің артқы жағында адамның денесіне ұқсайтын затты көрген. Оның ойынша бұл көліктің ішіндегі адамдар мен Ивонаның арасында бір жағдай орын тапқан. Оларды Ивонаны өлтіріп, қаланың сыртына апарып, Ивонаның денесінен құтылған. Полиция сол күні қоқыс жинайтын компанияда жұмыс жасаған қызметкерлерді тергеуге алды. Олардың айтуы бойынша олар Ивонаны бірнеше рет көрген. Бірақ олар Ивонамен сөйлеспегені туралы айтқан. Полиция бұл істі прокуратураға берді. Прокуратураның шешімі бойынша қоқыс жинайтын көлік маршруттан тыс жаққа барған уақытты есептеп, Ивонаны өлтіріп, мәйітті қаланың сыртына апаруға олардың уақыты жетпейтінін айтты. Сондықтан соң бұл істі прокуратура толығымен жапты. Қазіргі таңда Ивонаның жоғалғанына 14 жыл өтті. Ивонаға не болды, Ивона қайда? Деген сұрақ Ивонаның жақындары әлі күнге дейін жауап алмады. Ивонаның ата-анасы әлі күнге дейін іздеу салуда,